Тоқтарбайдың жылқышысы Естемес Қобыланды барған соң Құмайтазы қаршығаны қолына алып аң аулайды. Естемес Қобыландыны баулайды. Қобыланды мен Естемес бір тауда қонып жатса, тау астынан бір дауыс естиді. Бұл не қылған дауыс деп сұрады Қобыланды. Сонда Естемес таудың арғы жағында Қызылбас елінің ханы Көкті Маймақ Құртқа деген сұлу қызын 6 теңгені атып түсіргенге бермекші. Бұл дауыс соның даусы деді. Естеместің барма деген ақылын тыңдамай, Қобыланды бата сұрап Қызылбас еліне жол тартады. Көкті Маймақ ханы қазақ батыры келді деп кезекті береді. Қобыланды ай астындағы теңгені атып түсіріп, құртқадай сұлуға қол жеткізеді.